Армысыздар, сіздермен киномен. Бүгін біз жоғалған Z қаласы атты фильмге шолу жасаймыз. Әскери адам жолдастарымен ежелгі жұмбақ қаланы табу мақсатында қауіпті джунглиге сапар шегеді. Арнаға тіркеліп лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Және Telegram арнаға тіркеліп кетіңіз. Ал біз бастаймыз. Город стоял среди дремучего леса. Ни один белый человек не мог их найти. Шынайы өмір желісімен түсірілген фильм 1905 жылы Ирландиядан бастау алады. Бұл жерде британдық аристократтар бұғыға аңшылық жасауда. Аңшылықта бас кейіпкер майор Перси Фостер бар. Бұғыны атқан дәл осы кейіпкер еді. Оның жолдастары кешкі жиында тек Фостердің шеберлігі жайлы әңгіме болатынына сенімді. Бірақ өзінің ойы басқаша. Ол әйелімен әңгімелесіп, жоғарғы жақтағы адамдар өзін тең көрсететініне сенімді емес екенін айтуда. Себебі оның кәсіби жолы жақсы болмады. Қалғандары соғысқа қатысып марапатталып жатқанда өзі тек оқу-жаттығу үйреткен. Сол себепті аристократтар арасында ол абыройға лайықты емес, егеуқұйрық секілді. Тіптен ол жалы аңшылық кешіне де оны шақырмайды. Кейін Фоссетті Лондондағы корольдік географиялық ұйымға шақырады. Өте маңызды экспедиция жоспарланып жатқандықтан, оның тәжірибесі керекке жарап қалуы мүмкін. Астанадағы кейіпкер Оңтүстік Америкадағы джунглида шекаралас Бразилия мен Боливия арасында соғыс жүріп жатқанын біледі. Екі жабайы адамдар арасындағы қақтығыс екінші құрлықтағы адамдардың басын қатыратын жұмыс болмау керек. Бірақ бір мәселе бар. Әскери әрекеттер ол жалы каучук тасымалдауына кері әсерін беруі мүмкін. Бұған тақтың сенімді қызметкерлері жол бере алмайды. Сол себепті де ұжымның басшысы сэр Голди Фоссеттен өзі барып, сол жердің картасын сызуды тапсырады. Бұл кейіпкердің әлемді шарлауға аттанғалы тұрған бірінші жұмысы еді. Сол себепті де бұндай келісім ол үшін мәселе емес. Кейіпкер бұл сапарды ақсүйектер арасына бедел алып келетін мүмкіндік деп ойлайды. Сол себепті ол отбасын қалдырып бірнеше жылға зерттелмеген жерге аттануға келісіп, Атлант мұхитын кемемен кесіп өтеді. Бортта ол әскери капрал Генри Костимен танысады. Ол Амазонийдің джунглиін жақсы көретін, әрі ішімдікпен жақсы таныс адам. Олар материкке жеткеннен кейін екеуі Верда өзенін зерттеуге кіріседі. Шекараның көп бөлігі өзен бойымен орналасқан. Саяхат Гандорис баронының каучук алқабынан басталады. Сол себепті саяхат жеңіл болайын деп тұрған жоқ. Жолда Фоссет қолынан келгенінше жергілікті жердің картасын сызады. Түнде олар ашық аспан астында орналасқан опера театрын жолықтырады. Оларды бұл жерде капрал Артур Менли күтіп алады. Ер адамда Фоссетке арналған телеграм бар. Соғыс басталғандықтан мемлекет Фоссеттен елге қайтуын сұраған. Бірақ түксіз қайтқысы келмеген бір беткей кейіпкер бароннан жолдастарымен өзен бойымен жоғары көтерілу үшін қайық беруін сұрайды. Қу кәсіпкер бұндайға қуана келіседі. Себебі карта сызылса бейбітшілік алып келуі мүмкін. Ал бейбітшілік бизнеске тек септігін тигізеді. Карта сызғыштар жол бастағышпен өзен бойымен жоғары көтеріледі. Олар жұмысшылармен қатар капрал Менлиді жалдайды. Артынша алдыңғы саяхатшылардың ізін табады. Содан кейін оларға жауынгер тайпалар шабуыл жасайды. Саяхатшылар бірнеше адамдарынан айырылып аймақтан шығады. Жол бастаушы Фоссетке бұл жерде мақтаулы Британиядан да ежелгі өркениет мекендейтінін айтады. Майор жабайының сандырағына сенбейді. Бірақ бір күні тоқтау кезінде ақ адамның аяғы тимеген джунглиден балшықтан жасалған ыдыс аяқпен мүсіндер табады. Бұл табыс оның әлемге деген көзқарасын өзгертеді. Англияға қайта оралған Фоссет географиялық ұжымның марапатына ие болады. Оған қоса биолог зерттеушісі Джеймс Мюрреймен танысады. Фоссет өзінің саяхатын баяндай келе Амазония джунглинен ежелгі өркениеттің ізін тапқанын айтуда. Ғалымдар оған сенбей күле қарайды. Бірақ сөзінің дәлелі ретінде әйгілі кітапханадан тапқан конкистадорлардың ежелгі құжатын көрсетеді. Ол жерде джунглиде табылған үндістердің ежелгі қалалары жайлы жазылған. Фоссеттің өзі оны жоғалған Z қаласы деп атап, табу үшін экспедицияға шықпақшы. Джеймс Мюррей онымен бірге аттанып, қаржылай көмек көрсетпекші. Фоссет ескі жолдастарын екінші саяхатқа дайындап, онымен бірге аттанғысы келген әйелмен ұрсады. 1912 жылы британдықтар тағы Амазонияның зерттелмеген джунглиіне келеді. Полярлы экспедицияда болған Мюррейге ыстық пен ылғалды климат жақпай, қалғандарының жолын тежейді. Бірақ саяхатшылар қаржылай қолдау көрсеткен адамға түсіністікпен қарауда. Өзен бойымен келе жатып, олар хаттан Перуден ежелгі үнділердің қаласы Мачу Пикчудың табылғанын біледі.
Бұл ақпарат оңтүстік Америкада ежелгі өркениеттің барын растайды. Демек Зет қаласы да жақын маңда болуы мүмкін. Сол уақытта қайықты жергілікті тұрғындар шабуылдайды. Саяхатшылар қарсы бағытқа шыққанда Фосет үндістерге жау еместігін түсіндірмек болады. Британдықтар хормен әндете бастайды. Бұндай жағдай жергілікті халықты қызықтырып тастайды. Олар шабуылдарын тоқтатып сыртқа шығады. Өтендердің жағынан қауіп жоқтығы ортақ тіл табысқа алып келеді. Жергілікті тұрғындар оларды өздерінің ауылдарына шақырады. Бұл ұсыныс Мюррейге ұнамайды, ол жабайыларға сенбейді. Биолог ошақ басынан адам қалдықтарын көргенде жағдай қиындайды. Олар каннибалдар тайпасы болып шығады. Мюррей қайыққа кеткенде қалғандары үндістермен тілдесіп, сыйлықтармен алмасады. Фосет жабайы адам деп жүргендерінің ауыл шаруашылығы дамығанын аңғарады. Олар өзенге қайтып келіп, жаралы Мюррейді табады. Ол жабайылар жолдастарын жеп қойды деп ойлаған. Фосетті Мюррейдің салғырттығы қапаландырады. Алған жарақаты асқына бастайды. Кейін қайықта Мюррей суға түсіп кетеді. Онымен бірге азықтың көп бөлігі жоғалады. Фосет ерке мырзаның жүйкесі сыр бере бастағанын, әрі жарасы оны жеп бара жатқанын түсініп, жалғыз атқа мінгізіп, жол бастағышпен өркениетке қайтаруға шешім қабылдайды. Кейін тағы жағымсыз дүние анықталады. Мюррей кетер алдында азық-түлікке парафин сеуіп, барлық тағамды бұзып кеткен. Топқа аштықтан өлмес үшін қайтуға тура келеді. Жолаушылар қайтып келеді. Өркениетке жеткеннен кейін Фосет билікке болған жағдайды баяндап, топтан бөлінген Мюррей мырза джунглиде қаза табуы мүмкін деп телеграф жолдайды. Бірақ география ұжымының штатынан тірі, аман-есен отырған Мюррейді жолықтырады. Ер адам өзін кемсіткені үшін кейіпкерден көпшілік алдында кешірім сұрауын талап етеді. Фосет кешірім сұрайды, бірақ Мюррейден емес. Сұмырай сапаршыны джунгли ортасында жарадан өлуге тастап кетпегені үшін жолдастарынан кешірім сұрайды. Әрине бұндай сөзден кейін оған ұжымнан кетуден басқа жол қалмайды. Европада сол уақытта екінші дүниежүзілік соғыс өршіп жатады. Фосетті Британ әскерінің офицері ретінде неміс әскерімен шайқасу үшін Францияға жібереді. Бұл жаңалық үлкен ұлы Джекті қапаландырады. Ол онсыз да әкесін өмірінің көп бөлігінде көрген жоқ. Не болса да борышы күтіп тұр. Солай 2 жылдан кейін Фосет қанды қырғын арасында жүреді. Ол окопта отырып, Мюррейдің Арктикаға аттанып, із-түзсіз жоғалып кеткенін біледі. Кейін сарбаздар оны орыс көріпкелі тағдырды айтып жатқан жерге келеді. Көріпкел Фосетке орманға барып іздегенін таппаса, жаны жай таппайтынын айтуда. 1916 жылы 26 қыркүйекте Фосет орналасқан аймақтан шабуыл басталады. Сарбаздар шабуылды бастағанымен қарсы бағыттан жауған оқ пен газ шабуылынан қырылып қалады. Артур Менли Фосеттің көзінше мерт болады. Ал саяхатшының өзі газ әсерінен есінен танып қалған. Ол госпитальда көзі таңулы күйі есін жияды. Жанары газ әсерінен зақым алған. Дәрігерлер жанары уақыт өте орнына келеді деп үміттенеді. Ол түсіне джунгли кіргенін айтқанда, дәрігер денсаулығының ол жерге баруға мұрсат бермейді деп арманын құрдымға жібереді. 1923 жылы бір қалыпты тыныш өмір сүріп жатқан Фосеттен америкалық тілші сұхбат алады. Оның үлкен сапары біраз ізденушілерді қанаттандырған. Ол тілшілерден өзін қалай тапқандарын сұрайды. Оның үлкен баласы Джектің хабар берген анықталады. Жас жігіт есейіп, жоғалған Зет қаласы жайлы ойлауда. Ол әкесіне тағы экспедицияға шығып, бұл сұрақты мәңгілікке жабуды ұсынады. Әйелін өздерін жіберуге көндіргеннен кейін Фосет дайындыққа кіріседі. Алдыңғы сапардағы жолдасы Генри Кости саяхаттан бас тартады. Енді оның отбасы мен балалары бар. Ол өзінің қазіргі өміріне разы. Жаңа саяхатты қолдауды америкалық миллиардер Рокфеллер мен америкалық газет басылымы өз мойындарын алады. Географиялық ұйым саяхат алдында кейіпкерге марапат ұсынады. Фосет жауап ретінде қаланы тауып джунглиде қалуды ұйғарса, компасын президентке жіберуге уәде береді. Жақындарымен қоштасқаннан кейін Фосет сапарға шығады. 1925 жылдың сәуір айында олар джунгли арасымен келеді. Фосет Джекті каучук алқабын алып келеді. Бірақ алқап қираған. Джунгли өзінікін біртіндеп алып, жасыл алқабын жайып келеді. Кейін кейіпкер әйеліне жазған хатында жергілікті тұрғындар бір үңгірдің айтқанын жазған. Олар сол үңгірге бет алған. Жолда Фосет пен Джек жергілікті тайпамен жолығады.
Олармен келісу нәтиже бермегендіктен саяхатшыларға қашуға тура келеді. Олар тыңда отырған басқа тайпаға тап болады. Жауынгерлер оларды қуып, ақ адамдарды тұтқынға түсіреді. Жиында көсем олардың жандары джунглиға да, өркениетке де тиесілі еместігін айтады. Сол себепті бөтендердің жаны жай табу үшін рәсім жасау керек. Сол түні Фоссет пен ұлына арнайы сусынды ішкізеді. Сусын әсерінен ер адам тұңғыш баласының туылған күніне орай жайылған дастарханды есіне алады. Әйелі ол жерде босану кезінде қаза тапқан жағдайда жазған хатын оқыған. Әйел күйеуінен баласын жақсы көріп, белгісіздікті зерттеуге құмар етіп өсіруін сұраған. Бөтендердің сағыммен есі кеткенде, аборигендер оларды өзен бойына келеді. Келесі көріністе Фоссеттің әйелі географиялық ұйымның президентімен сөйлесіп отырады. Ол ер адамға күйеуінің жолдама жібергенін айтады. Күйеуі мен баласы қаланы тауып, үндістер арасында өмір сүруде. Басшы бұл жаңалыққа аса сеніңкіремей, саяхатшылар өлуі мүмкін деп ойлайды. Әйел бұндайға сенбей, күйеуінің саяхатшыдан жіберген дәл сол компасын ұстатады. Фильм кейіпкерлердің әрі қарайғы тағдыры жайлы ақпаратпен аяқталады. Перси мен Джек Фостерді іздеуге көптеген іздеу топтары жіберілген, бірақ ешқайсысы таппаған. Персидің әйелі 1954 жылы күйеуі тірі екеніне сенген күйі қаза тапқан. 21 ғасырдың басында археологтар Амазонийдің джунглинен ежелгі жолдар мен тұрғылықты жерлерді тапқан. Біреуі жоғалған Зет қаласы деп Фоссеттің жіберген координатына тура келген. Осылай фильм аяқталады. Арнаға тіркеліп лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Және Telegram арнаға тіркеліп кетіңіз. Сіздермен Киномен.